Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ачма деген түрік тоқаштарын дайындайтын боламыз. Оған ең алдымен бізге ұн, ерітілген сары май, дрожжи, жылы су, жылы болғанда қолмен ұстаған кезде қолын күймейтіндей сұйық май, қант және тұз, және де осындай шоколадный кез келген паста қажет. Барлық ингредиенттердің мөлшері мен құрамы описаниенің астында жазылған. Ең алдымен ұнды, дрожжи және қант пен тұзды жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық май, ерітілген сары май бөлме температурасында және суды қосып жақсылап қамыр илейміз. Біздің суымыз қатты ыстық болмау керек. Жаңа айтылғандай, қолымыздың ұшы тиген кезде қолымыз күйіп қалмайтындай болу қажет. Жақсылап нанымызды араластырып илейміз. Бұл жерде айта кететін жайт, нанымыз біздің дәмді әрі тоқаштарымыз күшті шығу үшін, көтеріліп пісу үшін нанымызды жақсылап илеу қажет. Міне видеода көрсетілгендей созып осылай барлық ішіндегі ингредиенттер араласып, осылай жақсы илену қажет. Міне біздің нанымыз дайын болды. Енді оны бетін жауып, кем дегенде 20 минутқа жылы жерге қойып қоясыздар. Нанымыз міне осындай әдемі болып көтеріледі. Менде шамамен 35 минуттай тұрды. Міне өте сондай жұмсақ, воздушный тесто болды. Енді ол нанымызды алып, бөліктерге бөліп тоқаштарымызды жасаймыз. Мына жерде мен 9 бөлікке бөлім. Өздеріңіздің қалауларыңызша көлемдерін өзгертсеңіздер де болады. Міне осылай әрқайсысын осылай бөлектеп домалақтап аламыз. Енді әрқайсысын жұқалау етіп оқтаудың көмегімен жайып шығарамыз. Енді міне жайып болғаннан кейін ішіне шоколадты пастамызды жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей өзіңізге тарта отырып осылай орап шығасыздар. Ең соңында міне тура осылай етіп бір-біріне нанды біріктіреміз. Жгут сияқты бүйтіп ораймыз да, жаңағы ұшын осылай бір-бірінің ішіне салып, осындай тоқаштар жасаймыз. Міне біздің тоқаштарымыз осылай дайындалды. Енді бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Противенге қоясыздар, осылай араларын алшақ етіп қоясыздар. Себебі біздің тоқаштарымыз өте күшті болып көтеріледі. 180 градуста беті қызарғанша пісіресіздер, шамамен 25-30 минуттың аралығында пісуі қажет. Ол сіздердің пештеріңізге де байланысты. Міне біздің тоқаштарымыз дайын болып пісті. Бұл ачма деп аталады, түріктің тоқашы. Міне іші осындай шоколад пастасы жағылған, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге біздің видеолар ұнаған болса, пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздерге кеңес беремін, жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.